Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ацетилсалицил қышқылын кімге ішу қажет жайында ақпарат бермекшімін. Немесе оны аспирин деп те атаймыз. Ал сырты қабықшамен қапталған түрлерін кардиомагнил немесе тромбопол, тромбоаз немесе аспирин кардио деген түрлері де бар. Жалпы аспирин біріншілік және екіншілік профилактика үшін тағайындалады. Біріншілік профилактика дегеніміз, егер пациентте жүректің ишемиялық ауруы болатын болса, яғни жүректің ишемиясы бар адамдардың барлығына біріншілік профилактика ретінде, яғни инсульт, инфаркттың алдын алу үшін тағайындалады. Ал екіншілік профилактика дегеніміз инсульт, инфаркт алған адамдардың және де атеросклерозы бар адамдарға тағайындалады. Яғни қайталап инфаркт немесе инсульт алмас үшін тағайындалады. Егер сізде тек артериал қан қысымы, яғни гипертензия болатын болса, онда сізге аспирин ішудің қажеті жоқ. Сонымен қатар аспирин жүкті әйелдерге тағайындалады, яғни жүктіліктің 12-ші аптасынан бастап 36 аптаға дейін ішу ұсынылады. Кальций препаратымен бірге, яғни жүктілерде кездесетін преэклампсияның алдын алу үшін тағайындалады. Егер сізде осы аспирин препараты жайында сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне сұрақ қалдырсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін.